Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге духовкаде тандыр самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Өзі қытырлап, сочный болып шығады. Базарда сататын тандыр самсадан дәмі аумайтын болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны асықпай соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір стакан су дайындап аламыз. Оған бір шай қасық тұз қосып, тұзын жақсылап еріткеннен кейін шамамен 400 граммдай ұнға осы суымызды салып, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Қаттырақ қамыр етіп илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін целлофанға салып 10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Осы кезде салмасын дайындап қоямыз. Бізге сиыр еті қажет болады. Және де пияз екеуін осылай 4-5 етіп турап, қатты үлкен қылып жібермеңіздер етті. Үстінен тұз, бұрыш, зире қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырып бір шетке алып қоямыз. Енді қамырымызды екіге бөлеміз. Екеуін жақсылап зуала жасап алғаннан кейін қамырдың астына, үстіне ұн себуімізде ақырындап осылай қолдың көмегімен жақсылап басамыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен илей отыра қамырымызды жайып аламыз. Алдын ала сапасы жақсы сармайымызды ертіп дайындап қоямыз. Және де қамырымызды жайып болғаннан кейін біріншісін жайып бір шетке алып қоямыз. Одан кейін барып екінші зуаланы жайып, үстіне осылай сармайымызды жақсылап барлық шетіне тиетіндей етіп жағып шығамыз да, үстінен жаңағы бірінші жайылған қамырды алып, оқтаумен осылай ақырындап қойып шығамыз. Менде кішкене арасына ауа кіріп кетті. Ішіне ауа кірмегені жақсы. Негізі осылай үстіне екінші қамырдың үстіне де сармайды жағып, бүкіл жағына тигізетіндей етіп, видеодағыдай қамырымызды бір шетінен бастап орап шығамыз. Осы қамырды да қарама қарсы бетіне қарай айналдыра отырып, дәл видеода көрсетілгендей орап, мұздатқышқа, яғни морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Бізде себебі сармаймыз қамырға сіңуі қажет. Кішкене тұрғаннан кейін қамырларымызды 40-45 граммдай етіп бөліп аламыз. Мен негізі көз мөлшерімен жасадым. Сіздерде көз мөлшерімен, егер барлығы бірдей болғанын қаласаңыздар, таразының көмегіне жүгінсеңіздер болады. Осылайша оқтаумен бірінші жаяр кезде шет-шетін басыңыздар, сонда ортасындағы қатпарлары көрінетін болады. Барлығын жайып, арасына салмасын салып шығамыз да, барлығының дәл видеода көрсетілгендей бірінші бас жағын осылай бір-біріне жабыстыра отырып, дөңгелек етіп ораймыз да, астын 3 бұрышты етіп бір-біріне жабыстыра саламыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Тағы бір рет түйілу жолын көрсететін боламын. Мұқият қарап алыңыздар. Негізі ешқандай қиындығы жоқ. Бір жасасаңыздар үйреніп кетесіздер. Енді бізге 2 жұмыртқаның ағы қажет болады. Соны шанышқымен жақсылап осылай көпіртіп аламыз да, біздің түйіп шыққан самсаларымызды духовкамыздың осылай ыдысына теріс бетіне аударып, ақырындап қойып шығамыз. Барлығын қойып шыққаннан кейін щетканың көмегімен бетіне жай ғана суды жағып шығамыз. Және де бетіне кунжутты кішкене ортасына сеуіп шығамыз. Дәл осы күйінде қызып тұрған пеште 180 градуста ортасына тура осылай қойып аламыз. Себебі бізде асты жапсуы керек. Одан кейін 10 минуттан кейін астының жапсықанын осылай көріп аламыз да, арғы бетіне ақырындап қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Осылай қоямыз. Бірінші астына мен пергамент қағазын осылай формаға салдым. Себебі су ағуы мүмкін. Пешкіні құртпас үшін дәл осылай ет бетімен теріс бетімен қойып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Өте оңай алынады. Міне осылай сап-сары болып, әдемі болып піседі. Астын осылай ақырындап алып, ыстық күйінде жеп көрсеңіздер, базардың самсаларынан ешқандай да айырмашылығы болмайды. Міндетті түрде дәл осылай бір рет жасап, күйеулеріңізге, отбасыларыңызға ұсынып көріңіздер. Өте ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Арайлым.